Баршаларыңызға сәлем. Бүгін арнамда сіздерге жасалуы оңай дәмді кекс жасап көрсетемін. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Кексқа қажетті барлық өнімдер бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен сұйық өнімдерімізді біріктіріп аламыз. Ыдысымызға айран, жұмыртқа, сұйық май, суымызды, құмшекерімізді салып, құмшекеріміз толық ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл жерде менде қолдың айраны. Егер сіздерде қолдың айраны болмаса, кез келген айран түрін қолдана берсеңіздер болады. Ұнымызды електен өткіземіз. Үстіне разрыхлителімізді қосып, венчиктің көмегімен араластырып жібереміз де екеуін біріктіреміз. Миксеріміздің күші жетпеген жерлерді осылай лопатканың көмегімен араластырып жіберуге болады. Астында қалып кеткен ұндарымызды бетіне шығарып, қамырымызда ешқандай комочектар қалмау керек. Біркелкі болып араласуы қажет. Бұл берілген граммдар бойынша бізде 50 штук кекс шығу керек. Кекстарымызды пісіру үшін осындай формалар қажет. Менде силиконовый форма. Осы кішкентай түрмен пісіретін боламыз. Қамырымызды формаға біркелкі етіп құйып шығу үшін осындай мешочекті пайдалансаңыздар болады. Қамырымызды толтырып құймаймыз. Жарты немесе жартыдан кішкене көптеу қылып құйсаңыздар, кекстарыңыз көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кекстарымызды 20-30 минутта пісіріп аламыз. Жарты қамырымызға мен осылай мейіз қостым. Сіздерде мейіз қосып, жаңғақ қосып, кез келген өздеріңізге ұнайтын жеміс-жидектерді қосып жасай берсеңіздер болады. Кекстеріміз осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Мен 40 штук кекс пісіріп алдым, ал қалған қамырдан үлкен бір кекс пісіремін. Осылай үлкен кекске арналған кез келген формамызды майлап, қалған қамырымызды салып шығамыз. Қызып тұрған пеште шпажкамыз құрғақ болғанша пісіріп аламыз. Бетіне кез келген крем жасап жіберуге де болады. Үйде отырған келіншектер болса, осы рецептпен кекс пісіріп, табыс табуға да болады. Осылай әдемі пакетиктерге салып, әдемілеп упаковка жасап, өздеріңіздің жергілікті дүкендеріңізге өткізсеңіздер болады. Өнімдеріңіз ерекше болу үшін, әрі клиенттеріңіз сіздерді оңай табу үшін осындай логотип шығарып алсаңыздар болады. Instagram аккаунт, WhatsApp нөмірлеріңізді жазып қойсаңыздар. Осымен біздің кекстарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Табысты болыңыздар.
сіздермен бірге болған Жанар Бегалықызы. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.